Сәлеметсіздер ме? Мен тәрбиеші Сағынбаева Айнар дүйсенқызы. Бексұлтан айтабы, менің аты жөнім? Менің аты жөнім Қосболат. Бексұлтан. Мен 6 жаста. Мен 6 жаста. Жарайды. Бүгінгі біздің зерттейтін жұмысымыз Кока-кола мен чипсидің зиянын айтамыз, зерттейміз. Жақсы. Енді бізге бүгін қандай заттар керек? 2 стакан. Мынау не? Кола. Тиындар керек бізге. Сосын жұмыртқа керек және чипсы керек. Жақсы. 2 стаканды аламыз. Коланы ашамыз. Құяғы ішіне. Жақсы. Енді мына жерде ескі қарайып кеткен тиындарымыз бар. Сол тиындарды салып жіберейік ішіне. Жақсы, тұра тұрсын бұл. Келесі тағы құяғы. Жақсы. Келесі мынау не? Жұмыртқа жайлап саламыз. Жұмыртқаның түсі біздің тісіміз сияқты. Егер күнде кола ішетін болса, қарайық тісіміз қандай болады екен? Саламыз. Сал. Сал. Жағылсын, жақсы. Тұра тұрсын, кішкене былай қойып. Енді біздерде чипсы, ақпетке салынған чипсы. Енді бұны бетін басайық қатты. Қаттырақ басайық. Жақсы. Алашайық. Не болды екен? Мынау біздің асқазанымыз. Бұл асқазанымыз чипсыйды біздер күнде жейтін болса, асқазанымыз мынау не көріп тұрмыз бұл жерде? Не мынау көп болып тұр? Май екен. Яғни біздер күнде чипсыйды жейтін болса, не болады? Асқазанымыз майлы болады асқазанымызға. Ал бізге асқазанға майлы көп жеуге болмайды. Мысалы, майлы тағамдарды асқазанға зиян, көп жеуге болмайды. Жақсы. Чипсидің де майлы, яғни майлы болады. Сосын не болады тағы? Чипси деген. Тәтті бола ма, ащы бола ма? Ащы болады, ащы болады, сондықтан біздің денсаулығымызға зиян. Енді міне майлы екенін көріп тұрсың. Енді жейсің бе? Чипсиді жемейміз, чипсиді. Көп жеуге болмайды. Жақсы. Келесі бізді немізді қарайық, тиынымызды қарайық. Жаңағы қарайып кеткен тиынымыз. Бұлғай бұны. Әкеле ғой. Қарайып. Қандай бұл? Ағарды ма? Қарайды. Жоқ, жаңағы қап-қара тиындарымыз не істеді? Ағарды, міне, жаңағы қара тиындарымыз біздің ағарды. Келесі жұмыртқаны аламыз. Жоқ, таста болды. Жұмыртқаны алайық. Жоқ, мына қасықпен алайық. Жұмыртқаны ала ғой. Әкеле ғой. Көмектесейін. Жұмыртқа қандай бұл? Түсі өзгерді ме? Жоқ, мана қандай бұл? Ақ жұмыртқа бұл. Мана жұмыртқа қара бола ма? Ақ жұмыртқа бұл. Яғни қазір түсі қандай болды? Ақ емес қандай? Қоңыр бұл. Яғни біздер күнде коланы іше берсек, біздің тісіміз осылай қоңыр болып кетеді. Түсінікті ме? Сонымен, Бексұлтан, бүгін біздер не білдік? Бүгінгі біздер тәжірибемізде не білдік? Коланың коланы көп ішсек тісіміз қандай болады? Қоңыр болып кетеді, қара болып кетеді. Сосын, чипсиді көп жесек не болады? Асқазанымыз ауырады тұрсақ, және майлы көп жеуге болмайды. Жақсы. Кола мен чипсиді күнде жейсің бе? Жоқ, жемейміз енді. Жақсы. Назарларыңызға рахмет.